Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай тал-тал болып пісетін гарнирге арналған күріш жасайтын боламыз. Ол үшін біз күрішімізді жуып, тазалап, кішкене кептіріп аламыз. Одан кейін табамызды ішіне сұйық майымызды құйып, қыздырып аламыз да, қызғаннан кейін осылай күрішімізді салып, кәдімгідей сұйық майымызға қуырып алатын боламыз. Яғни осылай чыжылдатып, барлық жері тигенше араластырып тұрамыз. Міндетті түрде араластырып тұру керек, өйткені асты күйіп кетеді. Осылай қуырып аласыздар әбден, барлығын араластырып, одан кейін барып су құятын боламыз. Дәм татуына қарай тұз саласыздар. Егер сіздерге ұнап жатса, жаңағындай кукуруз сондай қосып жіберсеңіздер де өте дәмді болады. Мінекей осылай жақсылап қуырып алғаннан кейін барлығын араластырып су құятын боламыз. Суды өлшеп құйсаңыздар да болады. Мысалы, бір шыны күріш басатын болсаңыздар, 2 шыны су құйсаңыздар болады. Немесе күріштеріңізді осылай бір келкі етіп аласыздар да, үстіне кішкене күріштеріңіз батып тұратындай су құйсаңыздар жеткілікті болады. Суық су құю керек сіздер. Сол кезде күріштеріңіз тал-тал болып пісіп шығады. Басында 3 минуттай бұрқылдатып қатты қайнатып жіберіңіздер. Одан кейін оттарыңыздың астын басып 10-12 минуттай пісіріп аласыздар. Сонда күріштеріңіз тал-тал болып, дәмді болып пісіп шығатын болады. Мінекей видеода көрсетілгенде осылай бірінші бұрқылдатып аласыздар да, одан кейін оттың астын ақырын басып қоясыздар. 15 минутта өстіп күріштеріңіз дәмді болып, тал-тал болып пісіп шығатын болады. Кез келген тамақпен гарнирге ұсынғанға өте ыңғайлы, өте дәмді және езілмеген түрі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецептім ұнаса қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Басқа да рецепттер бойынша видео каналымда бар. Назарларыңызға рахмет.